Сәлем. Бүгін бізде ең жиі кездесетін аурулардың бірі, яғни билирубин алмасуы және сарғыштану түрлері. Билирубин сарғыштану не екендігін толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қара. Және видеоны көріп болғаннан кейін лайк басып, каналға тіркеліп қолдау көрсетіп кет. Сол арқылы біз қазақ тіліндегі медицинаны дамытатын боламыз. Ал кеттік. Мұнда көріп тұрмыз. Көзінің шырышты қабаты және бет терісінде, яғни терінің сыртқы беті сары түске боялған. Сарғыштану дегеніміз тері мен шырышты қабатының сары түске боялуымен сипатталатын симптома комплекс болып табылады. Ал енді осы сары түске боялуының себебі неде? Сары түске боялуының себебі онда өт пигментінің қаннан сыртқы ортаға шығып кетуінің әсерінен. Өт пигменті билирубин деп аталады. Өт біз білетіндей өт қабы бауырдың астыңғы аймағында орналасқан. Өт қабының негізгі қызметі ол ас қорытуда майларды ыдыратуға қатысатын өт бөледі. Ал билирубин болса қайдан пайда болады? Билирубин өт пигменті болады. Ол эритроциттердің ыдырауынан түзіледі. Эритроциттер бұл қанның формалы қызыл элементі болып табылады. Ретикулоэндоцитарлы жүйе, яғни қан жасау жүйесі, көк бауыр, сүйектің қызыл кемігі да қан жасалады. Эритроциттер 120 күн бойы сайын олар жаңарып отырады көк бауырда. Яғни 120 күн эритроциттер тіршілігін жойып, көк бауырда ыдырайды. Эритроцит ыдырағаннан кейін одан гемоглобин пайда болады. Гемоглобиннің құрамы болса, ол екіге бөлінеді: гем және глобин. Гемнің құрамы эквивалентті темір және биливердин. Ал глобинға бөлінеді деді ғой. Глобин болса биливердиннен тұрады. Оған биливердин редуктаза ферменті әсер етіп, ол тікелей емес билирубинге айналады. Тікелей емес билирубин токсикалық. Ол суда ерімейді, организмнен шығуы керек болып табылады. Яғни оның организмге ешқандай пайдасы жоқ. Егер де тікелей емес билирубин көбейіп кететін болса, неконъюгированный билирубин деп айтады, или непрямой билирубин деп. Қан анализіне қарайтын болсақ, биохимиялық, ол ағзада қандай да бір патологияға күдіктену керек. Енді жаңаға біз айтқан тікелей емес биливердин бөлінді. Ол биливердиннен кейін ол биливердин редуктаза әсер етіп тікелей емеске айналды. Тікелей емес билирубинге альбумин бауырға альбумин қосылып, ол екеуі бауырға барады. Қан ағысымен альбумин тікелей емес билирубинді бауырға кіргізіп жіберіп, тікелей емес билирубин бауырда глюкурон қышқылымен қосылады. Глюкурон қышқылымен қосылғаннан кейін тікелей емес билирубин тікелейге айналады. Бұл уытсыз суда еритін билирубин болып табылады. Суда еритін, яғни тікелей билирубин потом бауырдан қайтадан өт жолдарына барады. Өт жолдарынан кейін бізде өт өзінің өзегі 12 елі ішекке ашылады. 12 елі ішектен кейін ол тамақтың ас қорытуға қатысады. 12 ел ішектен кейін билирубин ары қарай өзінің жұмысын жалғастырады. Ол тоқ ішекке барады. Тоқ ішекте аш ішектерде тамақ сіңіріледі, ал қалған өнімдері тоқ ішекте сіңіріледі. Сол тоқ ішекте бізде соңғы өнімдер нәжіс жиналады. Стеркобилиноген, урабилиноген екеуі бір болып табылады. Яғни бұл билирубиннің соңғы өнімдері нәжіс пен зәрге түс береді. 90% нәжіс стеркобилин, 10% болса бүйректен шығатын зәрге түс беретін ол урабилин. Зәрдің түсі сары түсте болады.
Ал енді сарғыштану оның өзінің 3 түрі бар. Бауыр үстілік, гемолиздік, яғни тікелей емес жоғарылайды. Бауыр үлгермей жатыр, азада сары түс болады. Біз айттық қой, эритроцитер өледі, эритроциттердің өлгенінен билирубин пайда болады. Яғни ағзада қан жасау жүйесінде қандай бір патологияның болып жатқандығын әсерін эритроциттер шамадан тыс өліп жатыр, 120 күнге жетпей. Соның әсерінен бауыр эритроциттердің барлығын өңдеп, бауырға тікелей емес билирубин глюкурон қышқылымен қосылып барлығы өңделмей жатыр. Сол себепті де ол тікелей емес билирубин бірдегеннен қанға шығып кетеді. Ал енді екінші түрі бауырлық түрі, парахематоздық түрі. Бауыр өңдеп үлгермейді, клеткалары бұзылады. Бұл кезде тікелей емес, тікелей де артады. Яғни бауырдың зақымдануының әсерінен пайда болады. Жаңа бауыр үстілік болса, яғни бауырдың үстінде қан жасаудан проблеманың болуы, енді бауырлық бауырдың өзінде патология, гепатоцистер болуының әсерінен тікелей емес, тікелей де артады. Келесі бұл бауыр астылық, механикалық обструкцияның өт жолының тығылып қалып, тікелей түзілсе де ішекке өте алмайды. Осының әсерінен нәжістің түсі ақ түске өзгереді. Нәжістің түсінің ақ болуы ахалия деп аталады. Сонымен қатар сарғыштану кезінде дененің қышынуы байқалады, өйткені билирубин қаннан шығып теріні де тітіркендіреді. Жалпы сарғыштану мен билирубиннің алмасуы туралы осы. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қолдау көрсеткеніңіздер